махаббат дегеннің логикасы осы дейді. Біреуді сүюдің негізгі логикасы осылай. Сіз біреуді сүйсеңіз, оның сүйгенде сүйесіз. Түсіндіңіз ба? Неге логикасы сол бүкіл махаббат сүйіспеншілік дегеннің. Анау не емес, отыр мен сені сүйдім, күйдім, сен үшін өліп өтірік оның бәрі. Ешкім үшін өлмейді. Өтірік оның бәрі. Ана бәрі болмаған оқиғалар ол. Шекспирдің Джульеттасы тағы басқа болмаған оқиғалар. Қиял. Негізгі мәселе не? Негізгі мәселе сіз сүйген адамның сүйгені сүю. Махаббаттың логикасы сол. Ең шыңы сол. Хадиша анамыз пайғамбар саллаллаху қатты жақсы көрген. Бірақ пайғамбар басқа істі жақсы көрген. Оңашалануды Алламен. Хадиша анамыз да пайғамбар сүйген, істі сүйген. Себебі оны пайғамбар сүйген.